Сәлеметсіздер балалар, бүгінгі сабағымыз мына үздіксіз шамалардың математикалық күтілімі, дисперсиясы туралы болмақ. Негізінде бұнда біз көбіне өзіміздің сабақтарда біз үздіксіз ықтималдықтар таралымы ретінде біз нормаль таралым ғана қарастырамыз. Көбіне енді сонымен жұмыс істегеннен кейде функцияның үздіксіз функциясымен берілген түрдегілерді қарастырмай кетеміз. Олар енді көп жиі кездесе бермейді, бірақ кейбір оқу мақсаттарында бар, бұрындары болған, бірақ биылғылары мүмкін қосылмаған бекен, бірақ дегенмен де мен осыны бір қайталап қоюды жөн санап отырмын. Міне алдарыңызда есеп тұр. Осыған ұқсас есептерді өздеріңіз шығаруға болады. Интернетте көп. Бір есептен негізгі былай енді моделін түсіндіруге болады. Обычно кішкентай f-пен функцияның тығыздығы беріледі, бірақ егер үлкен f тұратын берілетін болса есепте балалар, егер үлкен f от x тұрса, онда мына кіші f-ті табу үшін мынаның туындысын табатын болса, бұл как раз кіші f от x. Соны мән беріңіздер, үлкен f беріліп тұрса функцияның жаңағы таралымына байланысты, онда ол үлкен еді. Ал функцияның тығыздығы деп тұрса, уже кішкентай f бізде дайын тұр. Біз енді өздеріңіз білесіздер, мысалы нормаль таралымда бүйтіп тұрады да, жаңағы медианасы. Мынаның түгелінің ішкі аудан 100%, яғни 100-ге тең 100%, немесе былай айтқанда 1-ге тең деп аламыз ғой. Бұл бізде нормаль таралым үшін. Бірақ әрқашанда нормаль таралымына бағына беруі мүмкін. Вот не ықтималдықтар тығыздығы, яғни ішіндегі астында жатқан ауданы былай айтқанда 100% немесе 1-ге тең болады. Енді өздеріңіз мына бір графигін сызып көрейікші. Хотя былай түсіну үшін. Так, міне мынау x өсіп осындай 0-ден 4-ке, яғни нөл нүктеден 0-ден 4-ке дейін. Осы жерде мынандай бір қандайды бір көріп тұрмын, бір төңкерілген парабола еткенде квадрат болып тұр, минус тұрғаннан бір парабола шығар былай тұрған. Біз ары қарай білмеймін деп жатқан, бірақ именно 0-ден 4-ке дейінгінің мынаның ауданы, осының ауданы 1 болу керек, ішіндегінің ауданы, осының ауданы 1 болу керек. Басқа жақтайда 0 деп тұрады, обычно біз басқа жағдайларда обычно есептік өнімдесі 0 болып тұрады, өйткені басқа жағдайлар бізге дәл қазіргі таңда қызықтап тұрған жоқ. Міне. Бұл не деген сөз? Бұл былай айтқанда мынаның ауданы айттым ғой, жаңағы 1-ге тең болу. Тексеріп көрейік. К, яғни S тең 1 болу керек мынаның ауданы, но екінші жағынан бұл S-іміз Ньютон-Лейбниц формуласы интеграл 0-ден 4-ке дейін К и 4х минус х квадрат dx. Осының ауданы 1 болу керек дедім қазір. Енді осы жерден К-ны табылар тең. Жеке есептеп мына К-мыз тұра берсін. 4х интеграл енді білесіздер 2х квадрат. 4 бөлінген х квадрат бөлінген 2х квадрат болады. Минус х куб бөлінген 3. Шектерді қойымыз 0, 4. Бірінші 4-ті қойын. 4-ті қойықна К-мыз тұра берсін. 4-ті қойсам екі жердегі 16-ым 32. Минус 4-тің кубы 4 көбейде 4, 16, 16 жерде 4-ім 64. Бөлінген 3. Минус дейм, енді 0-ді қойсам 0 и 0. Тең. К-мыз тұра берсін. Ортақ бөлім мұны жерде 3 болады. 3-ке көбейтсем 96 минус 64. 96-тан 64-ті алып тастасам. 96 минус 64 32 шығады екен. Сөйтіп 32 бөлінген 3 К. Бірақ мынаның ауданы жаңа айттық, мынау бізде аудан ғой. Мына аудан деп тұр. Осы бізде 1-ге тең болу керек. Сөйтіп К-ны табатын болса, осы теңдікте міне. Ол К тең 3 бөлінген 32. Міне сөйтіп балалар бірінші екенде К тең 3 бөлінген 32 көрсетіңдер дейді. Бұл бізде пробныйдан алынған есеп. Бұл үшін қанша балл берілгені қазір көрсетіңіз дейді. Тоғры жаңағы есеп. Бұл үшін бізде 3 балл берілген. Қандай 3 балл берілген? Көрдіңіз, оп-оңай қарапайым нәрсе. Енді дәл осының ары қарай математикалық күтіммен дисперсиясын табыңыз дейді. Ары қарай жалғастыра берейік. Енді математикалық күтімнің жалпы формуласын берейін балалар. M от x, математикалық күтім. Ол интеграл x f от x болды. Мынаны жаттап алыңыздар. Осы жаттап алып есептесек болды. Міне m от x біздің
интеграл 0-ден 4-ке дейін. X көбейтілген, енді біз бағанағы функциямыз не мынау? Осыны қоямыз. К-ны білеміз біз 30 қанша шығады? 3 бөлінген 32 шыққан бағана тауып алдық. Сосын 4x минус x квадрат dx. Так, 3 бөлінген 32 ол сан, коэффициент тұра берсін. Енді x-ні ішіне көбейтетін болсам 0-ден 4-ке дейін. 4x квадрат минус x куб болып тұр. dx. Так, тең, жаққа жаза берейін, тең. 32 деген тұра берсін. 4x квадраттың алғашқы функциясы 4x куб бөлінген 3 минус мынау x-ні 4 дәрежесі бөлінген 4. Так, 0-ден 4-ке дейін. Все. Тең 4-ті қоям енді. 3 бөлінген 32 тұра берсін. 4-ті қоям. 4-тің кубы көбейтілген 4. Başқанда 4-тің 4 дәрежесі бөлінген 3 дей салайық. Минус 4-ті қоям. 4-тің 4 дәрежесі бөлінген 4. Енді минус деймін, 0-ді қойсам екеуде 0 болып кетіп тұр. Көпіршілердің Лейбниц формуласы бойынша тең 3 бөлінген 32 тұра берсін, көбейтілген. Енді ортақ бөлім мына жерде 12. Мынаны 4-ке көбейтем, мынаны 3-ке көбейтем. Енді 4-тің 4 дәрежесін 4-те, мына жерде 3-ге алып тастасам, жалғыз 4-тің 4 дәрежесі алады. 4-тің 4 дәрежесі. Енді арқылы есептеу барып болды. 32 мен 3-ті, 12 мен 3-ті қысқартайын. Мына жерде 4 болады, солай ғой. 4-ті қысқартсам, мына жерде 4-тің 4 дәрежесі 4-тің кубы қалады. Тең. Енді 32 дегеніміз ол 16, 4-тің квадрат көбейтілген 2 дегенсіз. 4-тің кубы мынау кетті, кубы кетті. 4 бөлінген 2 тең 2. Сөйтіп мат ожидание басқында математикалық күтімі 2 болып тұр. Не ешқандай қиындығы жоқ. Мат ожидание 2 болып тұр. Енді өшіп тастайын мына жерге. Қайттан форманы жазып қояйын сіздерге. Шыдасы қалмайтындай естеріңізде болсын. M от x-ның формуласы тең интеграл. Енді адам бұған есепке байланысты ғой, енді ол есепті көресің, бізден 0-ден 4-ке дейін мысалы. X f от x осыны есептесеңіздер болады. Енді дисперсиянка осыған ұқсас, адам бұған только x квадрат тұрады. X квадрат f от x. Осыны есептеп аласыздар да, біраздан кейін бірақ m от x-тің квадратын алып тастау керек болады. Енді мына есепте бізде қарасақ, дисперсияны тап дейді. Ну, давайте дисперсияны есептей салайық. Сіздермен бірден бағана каны тауып алдық. Каны бізде 3-тен 32-ке шыққаны белгілі. Интеграл 0-ден 4-ке дейін 3 бөлінген 32 көбейтілген x квадрат жаңағы анауымыз тұр 4x минус x квадрат не. Көрдің бе, f от x жазып шықтым, x квадрат жазып шықтым дедір. dx. И осыдан біраздан 2-нің квадратын алып тастайын. Тең. Енді 3 бөлінген 32 тұра берсін, коэффициент 0-ден 4-ке дейін. Ана жақшаны ашып алай қалды, мен интегралын алып атқан жоқ, құр жақшаны ашып атты. 4x куб минус x-ның 4 дәрежесі dx. Минус біраздан есептеп болғанда 4-ті аламын, тең. 3 бөлінген 32 тұра берсін. 4x-тің интегралы 4. X-ның 4 дәрежесі бөлінген 4 еді, просто x-ның 4 дәрежесі алады. Интегралын алады, минус. Мына жерде x-тің 5 дәрежесі бөлінген 5. 0-ден 4-ке дейін. Минус, ана 4-іміз бар, ұмытып кетпейік. 3 бөлінген 32. Енді 4-тің 4 дәрежесі минус 4-тің 5 дәрежесі бөлінген 5 дейді. И аламыз 4-ті біраздан кейін. Тең. 3 бөлінген 32 тұра берсін. Енді ортақ бөлінгені 5 болады да, 5. Мынау 4-тің 4 дәрежесін 5-ке көбейтем. Мынау 4-тің 5 дәрежесі дегеніміз ол 4 дәрежесі 4 деген сөз ғой. Сонда былайша калькулятормен істеуге болады, мен просто былай оңай болып тұр. Тең 3 бөлінген 32. Бұл жерде құр 5 тұра береді. Мына жерде 4-тің 4 дәрежесіне 1 болып қалады. 4 өт, мына жерде 5 өт, 1 болып қалды. Ал мұны 4-тен дарға құр арифметика. 32 дегеніміз қанша еді ол? 4-тің квадраты көбейтілген 2 еді ғой. Мынаны алып тастайын да, мына жерде 4-тің квадраты қалады. 4-тің квадраты дегеніміз 16. 16-ны 2-ге бөлсем қазір 16-ны 2-ге бөлсем 8 қалады.
Все, 803 16 24 бөлінген 5-тен алынған 4 тап тастайым. Ортақ бөлім 5 дей салайық. 24 минус 20 тең 4-тен 5. Міне, сөйтіп дисперсиямыз тең 4-тен 5 шықты. Егер сигманы табу керек болатын болса, осыдан түбір ала саламыз. 2 бөлінген түбір арасында 5 деп. Бұл сұрақтың екіншісіне де жауап бердік. Енді үшіншісіне. Кездейсоқ қалалық кітапханада 1 сағаттан кем уақыт өткізу ықтималын тапты. Енді есептің мағынасына байланысты 1 сағаттан кем. Міне қараңыздаршы, бағаны бір сіздерге түсіндірдім мен. Міне мынау дегеніміз қалада кітапханада өткізетін уақыт. 4 сағат өткізетін адамдар да бар, 0 сағат өткізетін бар. Среднем адамдар күніне 2 сағат неде өткізеді екен, кітапханада. Солай емес пе, күніне 2 сағат. А бізде интеграл ықтималды тапты тұр, күніне 1 сағатта өткізеді. 1 сағат болған ықтималды аудан табу керек. Енді біз қазір көріп отырмыз, түгелінің ауданы 1. Да, мына түгел. Мынаның ауданы, общем, мына жағының ауданы жарты. Мынау қазір енді былайша 0,25-тен де азсан шығу керек. Просто наугад. Егер бұтыр ертең көп шығып кетсе, значит бір жерде қателесін. Ал ықтималдық дегеніміз, яғни ол 0-ден 1-ге дейін ғой, 1 сағат деп тұрған. Сөйтіп интеграл 0-ден 1-ге дейін деймін, 0-ден 1-ге дейін. Бағананың ауданы істеймін, 3 бөлінген 32, міне к-ның орнында 4х минус х квадрат. X бағанағында интегралды есептей саламыз. 3 бөлінген 32. 4х-тікіне 2х квадрат минус х куб бөлінген 3. 0-ден 1-ге дейін. 3 бөлінген 32 тұра берсін. 1-ді қоям. 2 минус 3-тен 1. 0-ді қойса 0 болды. 3 бөлінген 32 көбейтілген. Мынау деген 3-тен 6, 3-тен 5 болады. 3 бөлінген 3 қысқарып кетті. 5 бөлінген 32. Міне, мынаны проценттік айналдырсаңыздар, үшіншінің сұрағы мына есебіміздің кездейсоқ таңдалған адам қалалық кітапхана 1 сағаттан кем уақыт өткізу ықтималдығын есептеп шықтық. Енді балалар есептері әртүрлі болады. Дәл мына есеп келіп қалуы енді келіп қалмайды, бұл келмейді точно. Өйткені бір рет қолданған есепті қайта-қайта қолдана береді. Бірақ негізгі нәрсені түсініңіздер деп есептеймін. Енді 2 формула бізде не дейтін болса, осыны мән беріңіздер. Одан кейбір есептерде, мысалы біздің есепте к тұрды. Кейбір есептерде былай болуы мүмкін. Жаңағы енді бір былай да болып қалса не істейміз, ана жерде к емес, к примеру айтып жатырмын. Любой мысал алсалайық. Ну, допустим, x квадрат дей салайық. Сонда біз біліп тұрмыз ғой, енді x квадрат деген мысалға парабола да былай. 0-ден бастап 4 берілмесін, допустим, а дей салсын. 0-ден а-ға дейін. А-ны тап деуі мүмкін сұрақта. Значит, біз білеміз ғой, мына интеграл, мына x квадраттың астындағы мына бір нәрсе 1 болу керек. 0-ден а-ға дейін деген сияқты. Яғни интеграл 0-ден а-ға дейін x квадрат dx тең 1 дейміз де, мына жерде x куб бөлінген 3. 0-ден а-ға дейін тең 1 болу керек. Енді а-ны қоям, а куб бөлінген 3 минус 0-ді қойсам 0 тең 1 деген сияқты. Бұдан а куб тең 3 деген сияқты. Әртүрлі есептер мына бір мысал ғана қалдар. Главный соны ұқсаңдар болды. Одан кейін кішкентай, егерде кішкентай f емес үлкен f деп тұратын болса, онда кіші f-ті тауып алу үшін үлкен f-тің туындысын тапсаңдар, бұл кіші f беріледі. Осымен сабағымыз аяқталды.